ғаламтордың пайдасы. Қазіргі таңда ғаламтор өте маңызды, және де оған қысқаша анықтама берсек, ол бүкіл ғаламдық тор немесе миллиондаған компьютерлердің желілерді бір-бірімен байланысатын зор компьютерлік желі. Және де ол телекоммуникацияда өте көмектеседі, яғни біз адамдармен электронды түрде диалог жүргізе аламыз, немесе электрондық поштамен көптеген материалдарды жібере аламыз, және мысалға қашықтан оқуды аламыз, яғни біз мұғаліммен ғаламтор арқылы үй жұмысын алып және үй жұмысын жібере отыра аламыз. Әрине, ғаламтордың пайдасы мол екені даусыз, алайда оның зияны да аз емес. Ғаламтордың зияны жайлы сөз болғанда, ең бірінші қозғалатын тақырып ғаламторға тәуелділік. Ал бұл аңыздан алынған термин емес. Ғаламторды қолданушылардың 10%-ы ғаламторға тәуелді екендігі ғалымдармен дәлелденген. Тіпті олардың бір қатары ғаламторды үй, тағам, су секілді өмірлік маңызды дүние деп есептейді. Оңтүстік Корея, Қытай және Тайваньда ғаламторға тәуелділік ұлттық деңгейдегі мәселе ретінде қарастырылған. Десе де ғаламтордың зияны тек мұнымен шектелмейді. Компьютер мониторының алдында ұзақ уақыт отырудың өзі көзіміздің көруіне теріс әсер етеді. Кітап ақылына ақы сұрамайтын ең құнды ұстаз деген екен түрік Әлішер Науаи. Шынымен де, қай заманда болмасын кітаптың алатын орны ерекше. Кітап білімнің бас құралы. Қазіргі таңда технологияның сан алуан түрлі шығарылуда. Бірақ бұның барлығы кітапты алмастыра алмасы анық. Кітап ең сабырлы ұстаз. Кітап оқыған адам тез ойлап, тез қорыта алады. Кітап оқу адамдармен қарым-қатынасты қалыптастырады. Кітап оқу сөз байлығын дамытады. Кітап пен ғаламтордың айырмашылығы. Кітап тілімізді тәрбиелеушіміз. Біздің бала кезден бастап өміріміздің соңына дейінгі жаназығымыз, сырласушы жақын досымыз. Кітап сөздік қорымызды, сауаттылықты, мәдениетімізді әрмен қарай екі есе дамытушы. Біздің адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасауды, әдемі сөйлеуді үйретуші. Ал ғаламторға келетін болсақ, ақпараттық коммуникациялық технологиялардың дамыған уақытында біз қаласақ та, қаламасақ та, балаларды ұялы телефонсыз, айпадсыз немесе компьютерсіз елестету мүмкін емес. Ал табиғатты ғаламторсыз елестету тіпте мүмкін емес. 21 ғасыр компьютер заманы. Сондықтан өскелең ұрпақты виртуалды әлемді жан-жақты меңгергеніне қуаныштымыз.